Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге компотты ерекше етіп, мохито секілді етіп жабу тәсілін көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасап қойсаңыздар, қыста рахаттанып ішетін боласыздар. Жасалу жолы да өте оп-оңай. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары өрік керек, одан соң 2 апельсин, 2 лимон, жалбыз және алма қажет болады. Көкөністеріміздің барлығының қатты түрін таңдағанымыз дұрыс. Алдымен мен апельсинді видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қатты қалың емес, жұқа да емес, орташа етіп, дөңгелек пішінде турап алдым. Лимонды да дәл осы қалыңдықта турап аламыз. Және ортасындағы тұрған дәнектерін міндетті түрде алып тастаймыз. Себебі бұл біздің компотымызға өте қышқыл дәм беретін болады. Сондықтан апельсиннің де лимонның да ортасындағы дәнектерінен тазалап алдым. Сары өрікті де ішіндегі сүйегінен тазалап аламыз. Міне осындай көлемде шықты. Одан кейін алмаларды да дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп шықсаңыздар болады. Мен банкілерінің барлығын шәугімде осылай булап алдым. Ал жабатын қақпақтарын ыстық суға 15 минутқа салып қойдым. Ең бірінші мохитоны сары өріктен жасаймыз. Өріктердің барлығын стерилденген банкіме салып алдым. Одан кейін кесілген апельсиндердің 5 данасын салдым. Кесілген лимонның 2-ін салып, үстінен жалбызды қостым. Жалбызды өз қалауларыңызға қарай қоса берсеңіздер болады. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап тұру керек. Қайнап тұрған суды банкімнің үстінен құйып, бетін жауып 15 минутқа қалдыратын боламын. 15 минуттан кейін банкінің ішіндегі суын бөлек ыдысыма құйып аламын. Бұл жердегі ыдысты мен қазір қайтып отқа қойып қайнатып аламын. Осы суды отқа қойып бір қайнатып алдым. Қайнап шыққаннан кейін баяу отта 10 минут уақыт қайнаттым. Міне біздің суымыз сақырлап қайнай бастады. Жаңағы банкіміздің үстінен 200 грамм толы қант қосамын. Жаңағы қайнаған суды үстінен құйып шығамын. Қантты осы судың ішінде қайнатып бірден құйсаңыздар да болады. Менде осындай банкі жабатын болды. Осымен жақсылап аузын жауып бұрап алдым. Жақсы жабылғандығын тексеру үшін жерге әрі-бері дөңгелетіп көрсеңіздер болады. Екінші мохитоны мен алмадан жасаймын. Алдымен банкіме бағана кесіп алған алмаларымның барлығын салып алдым. Үстінен енді апельсин қосамын. Мен апельсиннен 3, лимоннан 2 қостым. Және қалауларыңызға қарай жалбызды да қосып жіберсеңіздер болады. Жалбыз біздің компотымызға өте әдемі дәм беретін болады. Қайнап тұрған суды банкімнің үстінен құйып, бетін жауып 15-20 минут уақытқа қалдырдым. 15 минуттан кейін банкінің ішіндегі суды бөлек ыдысыма құйып алып, газге қойып қайтадан қайнатып аламын. Бұл жолмен қантты осы судың ішіне салып, жақсылап араластырып ертіп аламын. Бұл суды да 10 минут уақыт қайнатып алдым. Арасында қант еру үшін осылайша қозғап тұру керек болады. Енді жаңағы банкіміздің үстінен дайын суды құйып, қақпағын жауып бұрап шықтым. Енді мохитоның 3-ші түрін мен шиеден жасаймын. Шиенің орнына компотты қызарту үшін малина мен құлпынайды да пайдалансаңыздар болады. Мен шиені пайдаланып жасап жатырмын. Шиенің барлығын жуып тазалап банкіме салып алдым. Одан соң 2 лимон, кесілген 2 апельсинді салдым. Оның үстінен жалбызды салдым. Қайнап тұрған суды осы банкімнің ішіне құйып шықтым. Банкінің аузын жауып 15 минут уақытқа қалдырдым. 15 минуттан кейін бөлек ыдысыма құйып алып, ол ыдыстың үстінен алдымен қантымды қосып алдым. Газге қойып 10 минут қайнатып алып, банкімнің ішіне қайтадан осы суды құйып алдым. Енді аузын жақсылап бұрап шығамыз. Осымен біздің 3 түрлі компотымыз да дайын болып шықты. Барлығын аузын жауып болғаннан кейін төңкеріп 2-3 күнге жылы жерге қоя тұрамыз. Достар, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.